деп едім. Қарашы, міне. Керемет емес пе? Зертханада киетін киім ғой. Мұндайды ғалымдар ғана киеді. О, маған дәл екен. Бүкіл әлем сенің біліміңе зәру, Флинт. Тек аздап есеюің керек. Керемет бірдеңе ойлап табатыныңа сенен балам. Ғалым Александр Грэм, ғалым Флинт Локвуд, ғалым Никола Тесла. Сол күннен бастап, керемет бірден ойлап табуға бел будым. Тетікпен басқарылатын теледидар. Допты соқты. Болмады. Шаш өсіргіш. Жатын көлік. Маймылдың сөзін аударатын құрал. Тамақ бер, ашпын. Не дейді? Тоқта, Стив. Стив, жоқ, тиіспе, тоқта. Құс тышқан. Не істеп жатсыңдар, балалар? Менің арманым Атлант мұхитындағы аралда орналасқан балықтал қабатты қалама көмектесу. Сардин балығы біздің басты байлығымыз еді. Бірақ сардин шығаратын бөпе бренд өндірісі жабылып қалды. Дүние жүзі аяқ астынан сардиннен бас тартты. Сардинімізді ешкім жемегесін өзіміз ғана жейтін болдық. Нанға қостық, қуырдық, қайнаттық, сүрледік, кәмпит жасадық, тіпті іштік. Өміріміз сүреңсіз дүниеге айналды. Осының бәріне қарамастан, менде бір үміт пайда болды. Бір үміт. Аспаннан ас жауған күн. Менің атым Флинт Локвуд. Дәл қазір мен суды тамаққа айналдыратын құрылғы ойлап таппақпын. Стив, менің жан досым әрі көмекшім. Стив, маған көмектесесің бе? Иә. Мен мықтымын. Тетікті бас. Жады қосылды. Сурет салынды.